Баспасын ғаламторға көшіру заман талабы. Осыған орай Қазконтент акционерлік қоғамы Нұр Отан партиясының ғимаратында өңірлік баспа тілшілеріне семинар өткізді. Жиынға облыста тіркелген 23 бақ өкілдері қатысты. Қазконтент акционерлік қоғамы бүгінде еліміз бойынша 1200-ге жуық баспа редакциясына ғаламтор сайтын ашып берген. Су тегін. Себебі үкімет қарастырылған ақпараттық саясаттың бір тетігі ретінде ғаламтордағы отандық контентті дамыту болып отыр. Виртуалды көмек 4 сатыдан тұрады. Алдымен интернет жобасын құру үшін өтінім жасалынады. Кейін сайт дизайнын әзірлеу. Үшінші кезеңде ақпараттық сайтты құру болса, соңғы сатыда ғаламтор өнімін дамыту және әлеуметтік желілермен байланыстыру үйлестіріледі. Семинардың тағы бір мақсаты аудандық көлемдегі баспасөз құралдарының материалдарын ғаламтор арқылы оқырманға таныстыру. Өйткені кейбір тұшымды ақпараттар сол елді мекенде қалып кетіп жатады дейді жиынды ұйымдастырушылар. Айта кетейік, Қазконтент бүгінде 50-ден астам интернет сайттарын әзірлеуге атсалысқан. Қазіргі таңда бізде баспа-бақты интернетке көшіру жобасы осы аудандық, аймақтық, қалалық газет журналдарға сайт жасаумен айналысады. Біз қазір күнде барлық аймақтарға шығып, осы жобаның жұмысын түсіндіріп келе жатырмыз. Яғни өткенде Ақтөбе облысына бардық, Павлодар облысына.